Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде 3-ші сабақ жүйелеудің маңызы. Жалпы жүйелеу деген не және де оның қандай маңызы туралы түсіндіретін боламын. Жалпы жүйелеу дегеніміз ол систематика деген сөз, бүкіл тірі ағзаларды сипаттайтын және топ бойынша бөлетін биология бөлімі. Жүйелеу жалпы бізге не үшін маңызды және ол не үшін қажет? Ең біріншіден тірі ағзалардың белгілерін анықтау, яғни сыртқы белгілері бір-бірінен ерекшелейтін қандай да бір белгілерін айтады. Соған қарап біз жануарларды ажыратамыз. Екіншіден тірі ағзалардың туыстығын анықтау, яғни бірнеше тірі ағзалар бір-бірімен туыс болуы мүмкін, арғы тегі бір жерден шығуы мүмкін, соны анықтаймыз. Ағзалардың шығу тегін, басқа ағзаларға ұқсастығын, тіршілік ету әрекетін, эволюциядағы рөлін анықтаймыз. Келесі, ағзаларды зерттеуде маңызды. Яғни бір ағзаларды зерттеу үшін сізге оның белгілерін анық білу керексіз, және кім мен кімнің туысы екен, оның барлығы керек. Сол кезде сіздер жүйелеуге жүгінесіздер. Және де зиянды не пайдалы, жабайы не мәдени өсімдік, улы немесе паразитті жануар деген сияқты түрлерді анықтауда бізге жүйелеу қажет болады. Жүйелеудің негізін қалаған ғалым ол Карл Линней болып табылады. Оның 1735 жылы жарияланған табиғат шежіресі атты еңбегі жүйелеуді биологиялықтың жаңа бөлімі ретінде анықтаған болатын. Карл Линней жалпы құрылысына қарай ағзалар топтарға бөлген, және оның еңбектерінде көптеген қателіктер мен дәлелсіз деректер болғанымен де Линней жүйесі бірінші жүйе болып саналады. Линней еңбегінің жетістігі түрлі белгілер үшін қос әріп латын атауларымен енгізілген. Линней еңбегінің тағы бір маңызы осы кезге дейін қолданылатын жүйелеу категориясының көп бөлігін жасады. Жүйелеудің ең үлкен категориясы ол бізде патшалық. Яғни жер бетінде тірі ағзаларында 5 патшалыққа бөлеміз. Олар бактериялар, протистер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер және жануарлар. Бұл бесеуі бір-бірінен ерекшеленіп, осылай 5 патшалыққа бөлінген болатын. Мысалы, саңырауқұлақтар өсімдікке де жатпайды, жануарға да жатпайды. Дегенмен де оның өсімдікке де, жануарға да ұқсас қандай да бір белгісі бар. Сол үшін ол саңырауқұлақ жеке бір патшалық болып есептеледі. Протистер дегеніміз олар бір жасушалы ағзалар, бактериялар, бұлар прокариоттық ағзалар болып табылады. Сол үшін бір-біріне ерекше осындай белгілері бар. Осылай біз ең үлкен категориясы патшалық деп атаймыз. Жалпы 5 патшалық бар екен. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтеміз. Бірінші патшалық ол бактериялар, немесе прокариоттар деп атаймыз. Не үшін прокариот десеңіздер, бізде жалпы ядроны екі түрге бөлеміз. Ол біріншіден эукариоттар және прокариоттар. Эукариот дегеніміз ядросы бар ағзаларды айтамыз. Прокариот деп ағзасы ядросы жоқ ағзаларды айтамыз. Неге бактерияларды прокариот дейміз? Себебі жер бетіндегі жалғыз прокариоттық ағза ол бізде бактерия. Қалған ағзалардың барлығы, яғни жануар, өсімдік, саңырауқұлақ, протистер барлығы эукариоттық ағзалар болып табылады. Бұның басты ерекшелігі жаңа айта кеттім, жасушадан тұрады және ядросы жоқ. Ең алғаш пайда болған немесе қоныстанған ағзалар болып табылады. Жалпы жер бетіне ең алғаш келген ағзалар немесе жаңа жерге жаңадан бірінші болып келетіндер. Және де уақыт өте эволюция барысында осы прокариоттық ағзаларда ядро жетіліп, олар эукариоттық ағзаға ауысқан. Яғни саңырауқұлақ, өсімдік, жануарлар олар не істейді? Дамыған деп айтылады. Және де жер бетінде бактерия ең кіші ағза емес, одан да ең кіші ағза бар, ол жасушасы мүлдем жоқ вирустар болып табылады. Келесі патшалық ол протистер патшалық, немесе бір жасушалы ағзалар. Бұның денесінде бір ғана жасуша бар. Дегенмен де бізде бір жасушалы өсімдіктер де, бір жасушалы жануарлар да кездеседі, бірақ біз бұларды бөліп қарастырамыз. Себебі бұлардың ерекшелігі бір жағдайда өсімдік сияқты әрекет етуі мүмкін, бір жағдайда жануар сияқты әрекет етуі мүмкін. Мысалы, жарық бар кезде жарық энергиясын қолдану арқылы, яғни өсімдіктерге ұқсас, солай қоректік заттарды өздері өндіру мүмкін, бірақ жарық жетіспесе, жануар сияқты дайын қоректік заттармен қоректену мүмкін. Сол үшін екі жаққа да ұқсас белгісі бар, бірақ дегенмен де ерекше бір жасушалы ағза болғаннан кейін протистерді бөлек патшалық ретінде қарастырылған. Келесі патшалық бізде саңырауқұлақтар патшалық. Саңырауқұлақты біз ең алғаш қараған кезде өсімдік шығар деп ойлауымыз мүмкін. Дегенмен де бұл өсімдікке жатпайды, себебі бұлар жарық энергиясын пайдалана алмайды. Ал өсімдіктер бізде жарық энергиясын пайдаланушылар. Бұның жануарларға да өсімдіктерге де ұқсас белгілері бар. Мысалы, өсімдіктер сияқты қозғалмайды, өмір бойына өседі, дене бөліктері және споралар арқылы көбеюге қабілетті. Ал жануарлар сияқты дайын қоректік заттармен қоректенеді. Денесінде тек жануарларда кездесетін химиялық заттар бар. Мысалы, бұлар не үшін жануар сияқты дайын ағзалық заттармен қоректенеді? Себебі бұлар жарық энергиясын қолдану арқылы өздеріне жаңағы қоректік заттарды өндіре алмайды. Бізде келесі үлкен бір патшалықтың бірі ол өсімдіктер патшалығы. Бұл өсімдіктер патшалығының ерекшелігі ол жасыл зат хлорофилл көмегімен жарықтан энергия алуға қабілетті. Бұлар қозғалмайды, сол қозғалмайтын болғандықтан барлық энергиясын өсуге жұмсайды. Сол үшін бұлар өмір бойына өседі. Және де бұлар жаңағы хлорофиллдің көмегімен жарықтан энергия алу арқылы өздеріне органикалық заттарды, яғни нәр, көмірсу деген сияқты заттарды өздері өндіреді да, соны қорек ретінде, яғни энергия көзі ретінде қолданады. Келесі үлкен патшалық ол бізде жануарлар патшалығы. Бұлар жарық энергиясын пайдалануға қабілетсіз. Сол үшін бұлар дайын органикалық заттармен қоректенеді және қозғалатын болғандықтан энергияның көпшілігін бұлар қозғалысқа жұмсайды.
Сіздердің алдарыңызда тұрған кесте бұл өсімдіктер мен жануарлардың жүйелілік категориясының кестесі. Өсімдіктер мен жануарлардың категорияларында ұқсастық болғанымен де кейбір артықшылықтар, ерекшеліктер бар. Мысалы, өсімдіктерде бөлім болса, жануарларда тип болады. Өсімдіктерде қатар болса, жануарларда отряд болады, және қалған категориялар барлығы ұқсас. Бұл категория осы жүйе бойынша, осы қатар бойынша жүреді міндетті түрде. Мысалы, қандай да бір жануардың немесе өсімдіктің түрін алған кезде, оның арғы жүйелік құрылымын қарастырасыздар. Мысалы, мына жерде кәдімгі қарағай түрі. Ол қандай туысқа жатады? Қарағайларға жатады. Қарағайлардың ішінде бірнеше түрі бар, мысалы. Ол қарағайлар қандай тұқымдасқа жатады? Ол қылқан жапырақтылар тұқымдасына жатады. Қылқан жапырақтыларға қарағайдан басқа да мысалы туыстар жатады. Шырша, арша деген сияқты. Келесі, қылқан жапырақтылар қандай қатарға жатады, қандай классқа жатады, қандай бөлімге жатады? Ең соңында өсімдіктер патшалығына жатады екен. Осылай біздер жаңағы зерттеу жүргізу барысында, түрді анықтау барысында осылай жүйелік категорияға қарап жіктейтін боламыз. Және де оның өзінің арнайы бір кестесі бар. Сіздердің алдарыңызда тұрған суретте бізде жануарлардың жүйелік категориясы мысалы көрсетілген. Жануарлар патшалығы екі үлкен типке бөлінеді: омыртқалылар және омыртқасыздар. Омыртқалы жануарлардың өзі осындай 5 классқа бөлінеді: балық, құсмекенді, жорғалаушы құстар, сүтқоректілер. И оның ішінде тағы да ары қарай жаңағы жүйелік категорияның бойынша, қатар бойынша бөліне береді. Сөйтіп ең соңында бір түрді анықтайтын боламыз. Мысалы, сүтқоректілер адам сүтқоректілердің ішіне жататын түр болып табылады. Келесі сабақта біз осы жануарлардың жүйелілігі бойынша тақырып өтетін боламыз. Сол сияқты өсімдіктер патшалығында екі типке бөлеміз: төменгі сатыдағы өсімдіктер, жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Және де оның ішінде споралы, тұқымды деген сияқты. Мысалы, тұқымдыға бізде қандай өсімдіктер жатады? Ашық тұқымды, жабық тұқымды. Ашық тұқымдыға қандай жатады, жабық тұқымға қандай жатады? Солай соңында кете береді. Және де ең соңында бір түрді біз анықтаймыз. Мысалы, қарағай түрі деген сияқты. Жалпы жүйелеу деген не, және де оның маңызы қандай екендігі сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Алдағы уақытта біз жануарлардың қандай типтері бар, қандай класстары бар, соны да жіктейтін боламыз. Ол үшін каналға жазылып кетіңіздер.